Біздің қазақ былай ойлайды. Мен біреудің затын алмасам, теріс жолға түспесем, ала жіпті атамасам, зина жасамасам, адам өлтірмесем, арақ ішпесем, сол осы 5-6 бір іс бар, соны істемесем, мен немін деп ойлайды? Тап-тазамын. Тап-тазамын, тап-таза. Тап-тазамын деп ойлайды. Өзі былай деп ойлайды. Құдайдың кешетін екі адам болса, соның біреуі менмін. Жалғыз болса, тап соның өзімін деп жүреді. Тап соның өзімін. Құдай екі адам болса, біреуі, екеуі болса, біреуімін соның. Жалғыз болса, тап соның өзімін деп жүреді. Олай емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, бір мұсылманға күнә ретінде өзінің мұсылман бауырын төмен көруі жеткілікті дейді. Адам өлтірудің қажеті жоқ. Біреудің затын барып ұрлаудың қажеті жоқ. Өтірік айтудың, айтпаудың қажеті жоқ. Себебі сен өзіңді басқа біреуден жоғары көріп тұрсың. Мен одан неғым деп тұрсың? Артықпын деп тұрсың. Сенің ешқандай бағадан бері айтып жатырмыз. Ешкімнің ешқандай сенен нең жоқ. Ешкімнен сенің ешқандай айырмашылығың жоқ. Сондықтан, құрметті қажылар, бауырлар, ағалар, ақсақалдар, бүкіл ынтамыз, ықыласымыз сол Аллаға құл болуға арнайық. Алла тағала бәрін естіп тұрады, Алла тағала бәрін көріп тұрады, Алла тағала бәрін біледі деген сөздің мәні біздің ғалымдар айтады. Алла тек біліп қоймайды. Алла тек естіп қоймайды. Алла тек көріп қоя салмайды. Алла архив емес, бәрін жинап отыратын. Лайықты жазасын береді, күнәлі іс болса. Жақсы, сауапты іс болса, Алла тағала міндетті түрде оның несін береді? Сыйын береді. Сондықтан еш күмәнданбаңыз. Басқа нәрсеге еш салынбаңыз. Тек өзіңіздің құлшылығыңызды, дұғаңыз жайлы ойлаңыз. Бүкіл дұға тілектерімізді Алла бізді кешірсін деп сұрайық. Себебі күнәнің білетіні бар, білмейтіні бар. Сен білесің, Құдай біледі. Сен білесің, өзің білмейсің кейбіреуі. Бірақ Құдай екеуін де біледі. Сондықтан ертең Құдайдан сұрағанда, Алла мен өзім білетін, немесе мен білмейтін, сен білетін күнәнің барлығын кештеп сұраңыз. Солай сұраңыз.